Саяси қуғын сүргіннің сабақтары тарихи танымда орнығуы керек. Түркістанда осы тақырыпқа арналған дөңгелек үстел өтті. Жиын барысында саяси репрессия құрбандарын ақтау бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар талқыланды. Ғалымдар мен сарапшылар 20 ғасырдың 20-50 жылдары аралығындағы саяси қуғын сүргін тақырыбына қатысты материалдарды терең зерттеуге және талдауға арналған ғылыми жобалардың нәтижелерін таныстырды. Айта кетсем, 2020 жылы Қазақстандағы саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау үшін Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен мемлекеттік комиссия құрылған болатын. Мемлекеттік комиссия мұрағаттық зерттеулер жүргізіп келеді. Осы 2,5 жылдың ішінде атқарған жұмысымыз туралы айтып өттік. Яғни негізгі осы уақытқа дейін секретный және совершенно секретный құпия және аса құпия болып сақталынған құжаттардың ашылуының негізінде біздердің осы тақырып бойынша жиналған құжаттарды біз жинақтап, қазіргі кезде құжаттар жинағының шығарғандығымыз жайлы. Содан кейін биылғы жылы осы қорытындыланып, өз ойымыздарымызды тұжырымдалып, монографияларымыз жарық көретіндігі туралы да сөз болды.